Саламатсыздар ма? Мен Ақбөбек лицей мектебінің 9 сынып оқушысы. Менің гүлзарым байқауына қатысушысы. Жасым 14-те мен пластикалы гүл шоқтарын жасау номинациясына өз қолөнерімді ұсынамын. Маған қажет заттар бұл бізде пластикалы бөтелке, 5-6 жарайды, қайшы, пышақ немесе канцелярский пышақ, желім, ыстық желім немесе суперклей, шпажка гүлдің сапағы үшін, және бояулар, акрил немесе спрей қолдануға болады. Жасау жолына келетін болсақ, біз бірінші пластикалы бөтелкені дайындау болуымыз қажетпіз, яғни жуып, кептіріп. Содан кейін оның жапсырмаларын алып тастап, белгілі бір жерін кесеміз. Ол үшін біз бөтелкенің ортасын кесуге болады, немесе жоғары немесе төменгі жағын пайдаланып, біз күлтелерін жасаймыз. Олардың пішімін нақтылау үшін біз қайшымен ұштарын дөңгелектейміз. Күлтелер дайын болғаннан кейін біз гүлдің ортасын жасаймыз. Оған біз пластикті қолдануымызға болады. Бізде күлтешелер мен гүлдің ортасы дайын болғандықтан, біз оларға белгілі бір шырпының көмегімен пішім береміз. Бізде оттың арқасында пластик еріп кетеді. Ал біз отты қат жақындатпай, оған белгілі бір форманы береміз. Содан кейін, олардың бәрі дайын болғаннан кейін, біз гүлді құрастыра бастаймыз. Гүлдің күлтешелерін, ортасын бәрін бір шпажкаға жабыстырамыз. Суперклейді немесе ыстық клейді қолдануға болады. Бұлардың бәрі дайын болғаннан кейін, біз гүлді бір букет қылып жинастырамыз. Содан кейін пластиктан, яғни тағы да бір бөтелкеден құмыра жасаймыз. Ал оның бәрін, осы гүлдердің бәрін құмыраға суперклей арқылы жабыстырамыз. Содан кейін біз сәндей бастаймыз, яғни акварель краскаларымен бояймыз. Ал сіздер қазір экраннан менің жұмысымды көре аласыздар. Соңында бізде осындай ғажайып гүл шықты.